Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Әсем Оңғарбайқызы. Мұрагер музыкалық мектебіне менің екі балам қатысады. Ұлым фортепианода қосымша сабақ алады, ал қызым сурет және фортепиано, одан кейін вокал саласында қосымша курстар өтеді. Ұлыма екінші жылдың көлемі болды осы фортепианоға барып жатқанына. Осы мұғалімдердің үйретуіне байланысты өзінше үйде тартады. Біз ешқандай конкурстарға қатыспадық. Өкінішке орай біз оқитын мектебіміз физика-математикалық мектеп болғандықтан ондай музыкалық конкурстарға әзірге қатысып жатқан жоқпыз. Ал Құдай қаласа жетістіктерімізді көрсете жатармыз. Қызым осы мұрагер мектебінде сурет саласы бойынша қосымша сабақ алады. Үйде кейде өз еркімен сурет салу, осы жерде қандай сабақтарда үйренген сызбаларын үйде сызып, үйреніп, ары қарай жалғастырып конкурстарға қатысудамыз. Әзірге конкурстардан жүлде алып жатқан жоқпыз. Құдай қаласа, ол жүлделер болып жатар. Сіздердің мектептеріңіз таңдау себебім, мысалы, мен тіптен балдарым музыкант болсын, не болмаса суретші болсын деген менде алға қойған ондай міндет жоқ, бірақ әрбір баланың өзінің бір жасырын, қалай айтсам, жасырын таланты болады, сол таланттар бір ашылсын деген ниетпен бергем. Әрине, әзір ондай көрсеткіш көрсетіп отқан жоқпыз, бірақ болашақта оның да бір пайдасы тиіп қалады деген үміттеміз. Басқа ата-аналарға айтарым, негізінен музыкалық мектеп, жалпы пианино болсын, скрипка болсын, ол баланың ой өрісін дамытады. Біріншіден, екіншіден ойлау қабілетін дамытады. Жалпы беріңіздер, өкінбейсіздер.